Алматыда жаңа қызыл автобустарды көрген шығарсыз. Әкімдік аталған автобустарға мемлекеттік бюджеттен ақша құртпаған жазды. Десе де биыл оларды сақтау және сақтандыруға бөлінген қаржы 1 миллиардқа жуықтайды. Келіңіз талдап көрейік. Мемлекеттік сатып алулар порталынан Алматы әкімдігінің автобустарға қатысты жарияланған 3 ірі тендерін байқадық. Бірі жаңа автобустарға тұрақ жалға алумен байланысты болса, енді бірі сақтандыруға қатысты. Ал енді бірінде 16 жаңа автобус сатып алу керектігі көрсетілген. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық. Жылдың басынан бастайық. Биыл қаңтарда Алматы қаласы мемлекеттік активтер басқармасы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ұйымдастыруымен Алматы электр көлік жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үшін автобустарды сақтандыру қызметіне 628 миллион теңгелік хабарландыру жарияланды. Жеңімпаз Евразия сақтандыру компаниясы акционерлік қоғамы. Техникалық сипаттамаға сүйенсек, Алматы электр көлік жауапкершілігі шектеулі серіктестік қарамағындағы автобустар мен олардың жүргізушілердің жолаушылар алдындағы азаматтық құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру қызметіне 12 ай мерзімге сатып алу жоспарланған. Автобустар мен троллейбустар сақтандырылмақ. Сақтандыру өтемі жол көлік оқиғасы салдарынан адамның қайтыс болуы, жарақат алуы, денсаулығына зиян келу немесе үшінші тұлғалардың мүлкі бүлінуі не жойылу жағдайларында төленеді. Техникалық сипаттамаға сәйкес 3014 қоғамдық көлік сақтандырылады. Соның ішінде жаңа автобустар да бар екен. Ақпанның 18-і Алматы электр көлік компаниясының тапсырысымен жаңа автобустар сақтауға жер аумағын жалға алу қызметіне қатысты хабарландыру жарияланды. Ондағы қарастырылған сома 348 миллион теңге. Мемлекеттік сатып алулар порталында сатып алу өтпей қалғаны көрсетілген. Техникалық сипаттамада қызмет көрсету мерзімі 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін көрсетілген. Жалға алынатын орын Алматы қаласында аумағы кемінде 4 гектар болмақ. Қоршауы кемі 2 метр биіктікке болуы және ірі габаритті көліктердің еркін кіруі үшін ені кемінде 6 метр металл қақпамен жабдықталуы тиіс. Наурызда Алматы қаласы коммуналдық инфрақұрылым және тұрғын үй инспекциясы басқармасы коммуналдық мемлекеттік мекемесі жолаушыларға арналған дизельді 16 автобусқа 1 миллиард теңге бөлінген хабарлама жариялаған еді. Техникалық сипаттамаларында сатып алынатын автобустардың ұзындығы 7 метр, ені 2,2 метр, салон биіктігі 1,92 метр болуы тиіс екені көрсетілген. Жолаушылар сыйымдылығы кемінде 24 орын. Алматы әкімдігі кейінгі 3 жылда автобус паркін жаңартуға кемі 50 миллиард теңге жұмсаған. Қала билігі 2025 жылы газбен жүретін 600 автобус бен 200 электробусқа 100 миллиард теңге бөлгенін жаздық. 2024 жылда 600 жаңа автобус сатып алынған. Сол кезеңде оған 55 миллиард теңге жұмсалған еді. 2023 жылда сонша көлікке 53 миллиард теңге бөлінген. 2023 жылы әкімдік автобустарды сақтау үшін автобус зиратына 175 миллион теңге бөлген. Жыл сайын қоғамдық көліктерге осынша шығын құрту дұрыс па? Пікірлеріңізді комментке жаза кетіңіз.